Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Лүпілдеріңіз бен пікірлеріңізді көріп, қуанып отырмыз. Ал тыңдап қана өтіп кеткендерді де статистика көрсетеді. Ендеше ерінбеңіз. Сіз үшін түкті емес, ал біз үшін маңызы зор лүпіл нүктесін баса кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Ал біз бастаймыз. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Қанішер Көкжал. Тергеуші Ерланның тағы да бір вақиғасы. Ауданнан жиналыстан келіп, Апорныйдың алдына кіріп тоқтағаным сол еді. Ереке біздің ауылда адам өлімі болыпты. Бақандай 2 адам, деп ермек жүгіріп келді. Қашан хабарлады? Деп көлігіме қайта отырдым. Міне қазір ғана қоңырау шалды. Біреу 02-ге хабарласыпты. Мынау мекен жайы? Деп парақты ұсынды. Отыр. Деп көлікті от алдырдым. Жігіттерге хабар бердің бе? Иә, олар да сол жерге барады. Жарайсың, кеттік. Дедім. Жазылған мекен жайға демде жетіп бардық. Ескілеу жері екен, тақтаймен жасалған шарбақ қақпалына біраз адамдар жиналып қалыпты. Қанша күтуге болады? Қайда жүрсіңдер деп қолдарын ербеңдетіп, ер адам қарсы алды. Хабар келісімен жеттік. Өлік қайда? Деді ермек. Үйде кіре алмайсыңдар, авжарқысы бар. Өте қабаған ит, адам жолатпайды. Қалай кіресіңдер? Ит бар, деді. Кім? Адам өлімі деп хабарлады. Мен? Мәйтті көрдің бе? Иті бар дейсің ғой, деді ермек үйге қарай жүріп. Ит шығып кіріп жүр, үйге кіргізбейді. Жасқана жүріп терезеден көрдім. Машапай ас үйде, Коля ата жатын бөлмеде, өліп қалған сияқты, деді көзі бақырайып. Түсінікті. Ит аузын жаппай ұлып үре бергеніне 2-ші күн болды. Машапай да көрінбейді, деді қақпаның қасында тұрған келіншек. Сіздер осында болыңыздар, біз кіріп көрейік, дедім де қақпадан өттім. Қазір опер жігіттер келеді. Не көрдіңіздер, не болғанын айтып берсеңіз, дедім артыма бұрылып келіншек пен еркекке қарап. Еркек пен әйел үрейлі көздерімен басын изеп қалды. Қақпадан кірдік. Ауласында аздап гүл өсіп тұр. Дәл есік алдында үлкен алма ағашы жеміс беріп, бұтақтары иіліп тұр. Ұсақ алмалары жерге төгіліп жатыр. Кіре беріс есік ашық. Ағаштан жасалған суық дәліз екен, сыры кеткен, көптен жаңаламаған. Үлкен неміс авжарқысы шығып, кіріп, ырылдап, үріп, мазасызданып жүр. Ермек итке: фу, жат, кет, біз көрейік, деді қатал дауыспен. Ит арсылдап есік алдынан жібермей тұрды. Бар ана жаққа, кет, біз қарайық, деп мен тапаншамды шығардым. Ит үре-үре есіктен жылжыды. Фу, бар, ары бар, деп ермек те менімен қатарласа үйге кірдік. Ит артымыздан үріп тұр, бірақ үйге кірмеді. Ортаңғы есікте ашық тұр. Кішкене тар қараңғы дәліз екен. Оң жақта жатын бөлме, терезеден жарық жақсы түсіп тұр. Қолаңса сасық иіс мүңкиді. Бөлмеге кірдік. Төсектің үстінде шалқасынан сақалы селдіреген кәрі орыс ұлтына келетін қария, көзі ашық, кеуде тұсынан бірнеше жарақат алған. Сол қолы салбырап, оң қолы кеудесін ұстаған күйінде жатыр. Шыбын гүж-гүж етеді. Бөлме шағын, бір-біріне қарама-қарсы 2 төсек, бұрышта шифонер бар екен. Шифонердің есігі ашық, киімдер шашылған. Қайта шығып сол жақтағы бөлмеге кірдім. Ас бөлмесі екен, дәл ортада стол мен газдың арасында ет бетімен әйел адам жатыр. Басында орамал, арқа тұсында бірнеше жарақат, қан ұйып қатып қалған. Еденге аққан қан біраз жерге жайылып, беті кеуіп жатыр. Әйел адамда қартаң көрінеді. Жалаң аяғынан әжім-әжім терісі салбырап тұр. Ас бөлмеде де ыдыс-аяқ шашулы. Күріш, қант, шай, тұз салған қобдишалар ашулы жерде жатыр. Шашылып жатыр. Шкафтар, сөрелер, бәрінің есіктері ашық. Заттар сынғаны сынып, төгілгені төгіліп жатыр.
Шығып келесі бөлмеге кірдім. Қонақ бөлме көрінеді. Кең әрі жарық екен. Диван, кресло қатар тұр. Қарама-қарсы телевизор, шеттегі серванттың есігі ашық, бүкіл заты шашылып жатыр. Тігін тігетін қол машинасы да төңкеріліп, терезедегі гүлдер жерде сынып, топырағы шашылып жатыр. Біреу бірдеңе іздеген анық. Диванда, креслода кесілген, ішіндегі мақтасы сыртына шығып, жастықшаларда жыртылып, жүндері бұрқырап жатыр. Ит арсылдап қатты үріп кетті. Ермек жүгіріп шығып кетті. Есіктен криминалист жігіт кіріп, қол беріп амандасты. Мына жағымсыз иістен түрі бұзылып аузын ашпады. Заттарын шығарып, өз жұмысына кірісіп кетті. Сыртқа шықтым. Ермек лоқсып үйдің теріс беткейіне айналып кетті. Азиз, Алмас деген жаңа опер жігіттер келген екен, қабақтары түсіңкі, қол беріп амандасты. Жігіттер, жұрттан бұл отбасы туралы ақпарат жинаңдар, жақын туыстары болса шақырыңдар, әкеліңдер, дедім. Жігіттер жылдам көшеге беттеді. Үйді айналып қарап жүрмін, итті қораға қамапты. Арсылдап үріп тұр. Бір-біріне жалғасқан, шағын-шағын салынған бөлмелер. Бірі қойма, бірі отын қора, көмір қора, монша, тауық қора, бөлек мал қора. Ішінде сиыры мөңіреп жер тепкілеп тұр. Қуыста бұзау қамаулы, ол да дыбыс шығарады. Алыстау жерде шошқа қорасы екен. Ішінде қорсылдап шошқа жүр. Шыңғырып қақпаның алдына келді. Соған қарағанда аш-ау деймін. Тауық қорадан да тауықтар пырылдап шыққылары келіп есікке жабысып тұр. Жеңіл көлік тұрағы, гараж бар екен, ішінде көлік жоқ. Бірақ болған көрінеді, жақында қозғалған, шаңынан білініп із жатыр. Ереке, кешіріңіз, деп қасыма Ермек келді. Бәрі дұрыс па? Дедім. Дұрыс. Осыған етім үйренбей-ақ қойды. Итті әрең қамадым деп сырттағы колонканың суын ағызып жуынды. Коля атай мен Маша апай керемет жандар еді. Қандай жауыздың қолына түскен бұл екеуі? Деді сұраулы ашулы көзбен маған тесіле қарап. Анықтаймыз, дедім. Ереке, мен де аянып қалмайын, бұл кісілер ешкімге зияны жоқ қариялар еді ғой. Деді тамағына өксік келіп, даусы дірілдеп. Көлік болған ба, дедім гаражды көрсетіп. Я, болған, Москвич, деп нөмірін айтты. Іздеу салу керек. Жақсы. Малдары аш тұр. Көршілеріне айтшы, жем суларын берсін. Дедім. Ермек көшеге жүгіріп кетті. Көп кешікпей бір ер адамды ертіп қора жаққа өтті. Бақша отырғызылған, қызанақтары пісіп тұр, таңқурай, құлпынай да пісіп төгіліп жатыр. Өрік ағашының түбі төгілген өріктен сап-сары болып жатыр. Біраз күн болыпты-ау, дедім, жан-жағыма қарап. Үйден криминалист дос шығып, қақпа жаққа қол бұлғады. Қақпадан артын беріп, жабық көлік кірді. Жігіттер жылдан басып үйге кіріп кетті. Ермек екі шелекке су ағызып алып, қора жаққа бара жатыр. Криминалист дост қасыма келді. Ауа жұтып тұрсың ба, деді, шылымын шығарып. Жатқандарынан неше күн болған? 2 тәуліктен артық. Зертханада тағы бір анықтаймын. Мына күннің ыстығымен шыбындар жетістірмепті. Әйелдің желке тұсына соққы тиген, 4 мәрте жарақат салынған. Еркекке 6 мәрте жарақат салған, деп құшырланып темекісін сорды. Гараж жақтан қолтаңба түсірсең. Жақсы, деп темекісін табанына басып өшіріп, жан-жағына қарады. Тастамай қайта темекі қорабына сала салды. Гараж жаққа кетті. Үйден қара қапқа салып, бірінің артынан бірін екі өлікті көлікке тиеді, есіктерін жауып кетті. Көшеге шықтым. Алмас пен Азиз елмен сөйлесіп тұр. Ермек келді. Үйді бақылауға алыңдар, туыстарын танушы ма едің? Шақырт, дедім. Бұл кісілердің балалары Ресейге көшіп кеткен, туыстарын танымайды екен. Ой, табылады ғой, деп ойланып тұр. УАЗик көлігі келіп бастық түсті, амандасып болған соң, ал Ереке, не жағдай? Шуылдап кетіпсіңдер ғой, деді. Аса ауыр қылмыс, жауыздықпен екі бірдей зейнеткерлерді өлтірген, дедім. Анықтаңдар, зерттеңдер. Ереке, өзің басқар, ізде, тап, деді бастығым. Құп болады. Бала-шаға туыстары бар ма екен? Сұрастырып жатырмыз.
Сұрастырыңдар. Мен орнымда болам. Хабар беріп тұр, деп көлікке отырды. Басеке, үй иелерінің көлігі жоқ, іздеу салдық. Майы жағынан көрші аудандардан қолдау болса. Болады. Жібер, деп есігін жапты да кетті. Маған мәйіттердің құжаттарын тауып берсең, дедім, Ермекке қарап. Ол аз ойланып үй жаққа қаратта, үйде болар, қазір қарап көрейін деп үйге кетті. Қабаған ит бар, үйге танитын адам кірген, ит оны оңай жіберген. Болмаса бөтен адам кіре алмайды. Біз қарудың күшімен кірдік. Ит қаруды сезді және біздің қарау керек екенімізді түсінді, болмаса жібермес еді. Аз болғанда мен атып жіберер едім деп ойланып тұрмын. Ереке, мына кісі сізге айтарым бар дейді, деп Азиз кәрі кемпірді ертіп келіпті. Орыс ұлты екен, орысша сөйлестік. Маша менің құрбым. 43 жыл біргеміз, деді көз жасын сыртып. Сыртта тұрған орындыққа қатарласа отырдық. Коля менің күйеуіммен дос болған. Күйеуім Степан жатқан жері жайлы болсын. 10 жыл болды, мені тастап о дүниеге кетті, деді асықпай күрсініп. Шешей, бізге не айтқыңыз келді? Дедім есіне түсіріп. Коля мен Машаны пышақтап өлтіріпті дейді мына жұрт, рас па? Өкінішке орай рас. Апай орамалмен бетін басып жылап отыр. Сіз бірдеңе білесіз бе? Осы 2 апта бұрын бұларға жас бала келді. Бұлардың балалары Ресейде, биыл келмеді, жылына 1 рет қана келеді, деп өз ойынан өзі шатасып отырып қалды. Апай, келген жас бала кім? Дедім есіне түсіріп. Иә, сол жас бала Коляның бауырының немересі деген. Анау Рудный ма, Рубцовск ма, сол жақтан. Коляның бауыры Өскеменнен ары Шаманайха деген жерде тұрады. Виктор бұрын келіп тұратын, қызмет істеген, көрікті еркек болған. Ол да 10 жылдан асты. Менің Степанымнан бұрын қайтыс болды, деп апай тағы ойынан ауысып кетті. Апай, аты жөніңіз қалай? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, сол жас бала туралы айтсаңыз. Сол бала келді, көмектесіп жүрді. Коля қуанып қалған, бірақ сол бала маған ұнамады. Сізге неге ұнамады? Мен келсем бөлмеге кіріп шықпайды. Не Машаға көмектеспейді. Коляның қасында отырғаны болмаса пайдасы жоқ. Коля төсекке жатып қалғалы бері Машаны ешқайда шығармайды, тіпті маған келе алмай қалған. Баланың есімін білесіз бе? Білем, Маша айтқан. Леша, Алеша деген, деп ойланып отыр. Сіз, Надежда Васильевна, Лешаны соңғы рет қашан көрдіңіз? Апай саусағын санап, 5 күн бұрын кешке. Коляның көлігін айдап шықты, қасында Маша бар, бір жаққа барып келді. Мен келіп сұрайын дегем, ұмытып кетіппін. Енді бүгін сұрауға келе жатсам, елдер Коля мен Машаны өлтіріп кетіпті дейді. Деп қайта бет орамалын шығарып көзін сүртті. Балам, менің жасым 73-те. Мен осы Машамен сонау 55 жылдан дос болғам. 30 жасымда Степанға тұрмысқа шыққанда Маша мен Коляның ұлдары Коля бар болған. Маша менен 5 жасқа кіші, ол бар жоқ 68-ге келді ғой. Коля менімен жасты, деп солқылдап жылады. Надежда Васильевна, сіз үйге келгенде ит қалай қарсы алатын? Дедім. Иттері қабаған, бірақ тіл алғыш. Маша ертіп кірсе тиіспейді. Ит байлауда болатын ба? Жоқ, бос жүреді. Өте ақылды, көшеге шықпайды, құстарға тиіспейді. Коляны жақсы көреді. Соның бөлмесінде қасында жататын, деді.
Надежда Васильевна, сіз өте құнды ақпарат айттыңыз. Біз Алешаны табамыз, сол кінәлі ма, жоқ па анықтаймыз, дедім. Апай басын изеп жылап отыр. Қолында паспорттары бар ермек үйден шықты. Азизді шақырып апайды үйіне жеткізуін өтіндім. Бөлімшеге кеттік. Іс қозғалды. Жан-жақтан Лешаны іздестірудеміз. Басты қылмыскер сол Леша ғана болып тұр. Көлікке іздеу салынды. Лешаны көрген дүкенші Надя апайдың суреттегендерімен фотороботын салдық. Екінші тәулікте көлік Сарқант жақтан табылды. Енді Лешаны ұстау тіпті қиынға соқты. Бүкіл туыстарын тексердік. Лешаның фотосуретін таптық. Ол Ресей азаматы болып шықты. Коля ата мен Машажидің балалары келіп ата-анасын жерледі. Шығыс Қазақстан облысына хабар бердік. Шаманайхада туыстары бар екен, ол жақтың полицейлеріне де ескерттік. Рубцовскіге де хабар беріп, олар да іс қозғады. Лешаға аса жауыздықпен адам өлтірді деген жаза тағылды. Ауыр қылмыс жұмысы басталып кетті. Лешаның фотосуретін жан-жаққа іздеу саламыз деп тараттық. Арада толық бір ай өтті. Ұсталатын түрі жоқ. Елеңдеп шығыстан хабар күтеміз. 1,5 ай дегенде Рубцовскіден Леша ұсталды деген хабар келді. 1 апта өткен соң бізден Алмас пен Азиз барып алып келді. Лешадан сұрақ жауап алуға тергеу изоляторына келдім. Бүкірейген аласа бойлы 24 жасар жігіт тұздай отты көзімен тура қарайды екен. Мен тергеуші капитан Ізбасаровпын деп едім. Капитан, ұстадыңдар, әкелдіңдер, енді миымды ашытпай тездетіп қамаңдар, деді бет-аузын тыжырайтып. Жақсы, сіз толық тағылған айыпты мойындасаңыз болды, дедім. Капитан, сен бері қара, мен өзім жасаған ісімді мойындаймын. Маған анадан қалған, манадан қалған, жабылмаған істеріңді арқалау керек емес. 2 қақпасты өлтірдім, болды, деп стөлдірді. Саған ешкім ештеңе келгелі тұрған жоқ. Мына қылмысыңда сен аз мерзімге апармас, дедім. Қаншаға апарса да өзім көтерем, сен оған басыңды ауыртпа. Сол қайыршы 2 қақпастарға бекер қолымды былғаппын. Ақшалары бар деп ойлап жүрсем, қайыршыларда түк жоқ. Бәрін анау тастап кеткен күшіктеріне салады екен, деп тісін қайрады. Ол 2 қария өз ақшаларын қалай жұмсайды, онда сенің не шаруаң бар? Дедім мен де тістеніп. Болды, басты қатырма, сұрақтарыңды қой, әкел қағазыңды, қол қоям, камераға кеттім, деп шіренді. Сен уақиға қалай болғанын, не үшін қылмыс жасағаныңды айтуың керек, дедім. Айтам, маған ақша керек болды, сол үшін келдім. Үйлерінде тұрдым, өлтірдім, ақша іздедім, жоқ. Тек кемпірдің тартпасынан ай сайын баласына салған ақшаның квитанциясын таптым. Қақпас, түк жоқ. Тек квитанция жинап қойыпты. Не алтыны жоқ, не ақшасы жоқ. Сол баласы осылардың ақшасына қарап қалғандай. Өлім оларға. Өлтірдім, болды. Көліктерін мініп қаштым. Жанармайы жеткен жерге дейін бардым. Сосын тастап ары қарай өзім амалын тауып еліме кеттім. Сендер жарадыңдар, мені тез тауып алдыңдар. Енді соттаңдар, қамаңдар, деп бір өкініші жоқ, еркін сөйлеп отыр. Бетіне қарап отырып, әй, бір жанын көзіне көрсетіп тұрып сабаса ғой, дедім. Қағаздарға тез-ақ қолын қоя салды. Бәрібір тергеу жұмысы болады. Уақиға болған жерге барып куәгерлердің көзінше қалай болғанын көрсетесің, дедім. Ол маған қиын емес, дейді тесіліп. Алып кет, дедім күзетшіге ашудан жарылардай болып. Камераға кетті. Тергеу жұмысы басталып та кетті. Уақиға болған үйге келіп, не қалай болғанын оп-оңай еш өкінішсіз кино айтқанда емін-еркін көрсетіп, айтып жүрді. Опер Алмас Лешамен кісенделіп жетектеп жүр.
Ермек куәгерлерді ертіп келіп қалай болғанын өз құлағымен естіп, көзімен көріп тұр. Бір апта өтпей сот болды. Сотқа Көл ата мен Маш апайдың ұл қызы қатысты. Оларға ата-анасының ажалы өз туысынан болғаны қатты батты. Олар жылап еңіреп, ата-анамыз ешкімге жамандық жасамаған жандар еді ғой, осындай сұмдық өлім бұйырған-ай. Леша неге сондай қанішер хайуан болып кеткен? Әке-шешемізден ақша сұраса бұлай да берер еді ғой. Малын, көлігін сатса да берер еді, тіпті бізден алып берер еді, деп егілді. Біз сот шешімі қандай жазаға кесетінен тағатсыздана күттік. Бойымызды жүк басып, еңсеміз көтерілмей жүрміз. Ал Лешаға бәрібір болған сияқты. Сот аяқталды. Леша қатаң режим колониясына кетті. Леша жоқ, ақша үшін бостан-босқа екі адамның өмірін қиғанға еш өкінбеді. Керісінше ақша болмай қалғанына өкінді. Міне нағыз қанішер. Кабинетіме келіп ойға шомып кетіппін. Адам баласы неге соншалықты хайуаннан арман қанішер болып кетеді екен деген ой келді. Есік қағылып, «Ереке, боссыз ба?» деді Ермек. «Иә, боспын. Бір жерге барып отырсақ, ішім күйіп барады», деді кеуде тұсын уқалап. Өзімде осы Лешаның қылмысын жұта алмай отыр едім. Бірге шағын кафеге келдік. Бөлек кабинкаға кіріп, бір жартыны ортаға қойдық. Ермек жылдам ашып стақанға құйып бетіме қарады. «Көл ата мен Маш апайдың жатқан жері торқа болсын», деді Ермек. Мен басымды изеп, соғыстырмай қағып салдық. «Ереке, айтыңызшы, осы қылмыскерлер анадан туа ма?» деді Ермек күйініп. «Анадан туады ғой», дедім. «Жоқ, Ереке, олар шайтаннан туатын сияқты», деді Ермек басын шайқап. «Мүмкін. Ол қалай бәрін оп-оңай, тіпті бір ретте аяныш білдірмей жүріп айтты ғой. Тек ақша таппағанына өкінген сияқты». «Иә, тек ақша таппағанына өкінді. Адам соншалықты қанішер бола ала ма? Қалай?» «О, болады, Ереке. Болады. Ең жаман қанішер адамнан шығады. Миға кірмейтін жауыздық, қатыгездікті тек адам жасайды. Екі аяқпен жүреді, екі қолмен жасайды, басымен ойлайды. Адамнан асқан қатыгез тіршілік иесі жоқ», дедім. Ермек тағы стақанды толтырды, қағып салдық. Кеудемнің күйігі төмен түскендей болды. «Оф, жаным-ай, бұл жауыздар біте ме өзі?» деп Ермек кеудесін уқалады. «Ереке, Көл ата мен Маш апай саған ыстық жандар еді. Күйзелісіңді түсінемін», дедім. Ермек басын изеп бет-аузын уқалады. «Ереке, ең бастысы қылмыскерді біз ұстадық, қамадық. Әкең, атсаң оқ обал, ол оңбағанға. Ана жақта шіркін құзғындарға түссе ғой, оны итше таласа ғой», деді күйініп. «Кім білет, Ереке? Кім білет?» дедім. Шерімізді тарқатып, біраз отырып қайттық. Ертең не күтіп тұрғанын кім білет? Тағы да дабыл қағылмаса екен. Әңгіменің соңы. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы. Құрметті тыңдарман, Ерлан тергеушінің тағы бір жұмысы жайлы назарыңызға ұсындық. Лүпіл мен пікір сіздерден болсын. Таратып отыруға да рұқсат.